Сәлем достар, бүгін біз песочный тесто дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, қант, сары май, сливочное масло дейміз, және жұмыртқа керек болады. Бірінші ұнды електен өткізіп аламыз. Сары майымызды қосып араластыратын боламыз. Песочный тесто болды бізде. Енді осыған қант қосамыз. Қалауларыңыз бойынша қосуға болады. Одан кейін бір жұмыртқа қосамыз. Содан кейін араластырамыз. Мінекей песочный тесто дайын болды. Енді осыны салафанға салып, холодильникқа, яғни мұздатқышқа 1 сағат қойып қоямыз.